Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Достар, қалдарыңыз қалай? Менің бүгінгі кезекті влогым деп айтсам болады. Осындай форматта, YouTube форматта түсіруге жөн көрдім. Өйткені видео өте ұзақ болады, бірақ бұл видеоның құны на миллион, достар. Потому что нутрициологтар бар ма, диетологтар бар ма, аллергологтар, в общем, врачтар, барлығы бұл ақпараттың барлығын приемда немесе сатады. Курс қылып сатады. Ал мен қазір сіздерге осы 5-10 минуттың ішінде қаншама адамдар жылдар бойы жинаған ақпаратпен тегін бөлісетін болам. Сондықтан алыстамаңыздар, видеоны соңына дейін көріп, маған жазылып, колокольчикті уведомление қосып қойып, лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып, ойларыңмен бөлісіп кетіңіздер. Бірақ соңына дейін видеоны көріңіздер. Маған қазір көптеген сұрақтар келеді. Қалай аздыңыз, не істедіңіз, дәрі іштіңіз ба? Деген сияқты. Оған енді влогта, то есть инстаграмда толыққанды жауап беру мүмкін емес, өйткені ол рилс салу керек, күнделікті сторис салу керек, қаншама текст жазу керек та. Ал мен оған қазір возможностьім жоқ, мүмкіндік жоқ, сондықтан мен сіздерге осылай YouTube форматта видео түсірейінші деп шештім. Барлық ақпаратты осы бір видеомен айтуға тырысамын, бірақ сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоя беріңіздер. Рилс түрінде де мүмкін, салу мүмкін, салмауым да мүмкін. Сол үшін сұрақ қойсаңыздар, бірақ жауап беремін. Сосын сіздерге просьба, кез келген нәрсені істемес бұрын, например, витамин ішпес бұрында, или азудың алдында полностью денсаулықтарыңызды тексертіп, анализ тапсырып, қан анализ тапсырып, полностью ферритин бар ма ішіндегі, гемоглобин бар ма, тромбоцит бар ма, барлығы, маңызды нәрселердің барлығын тапсырып, сосын барып врачтан консультация алып, қандай сіздерге, врачтан даже алуына қажет жоқ, ішінде өзі D3 сондайға тапсырсаңыздар көрініп тұрады. Ол сізге керек па, ол жаңағы не бар ғой, железо деген бар, солардың норма, не норма екенін қан көрсетеді. Қанды действительно, бірақ стресс болмай, депрессия болмай барыңыздар, таңертең аш қарынға нормальный көңіл күймен, желательно даже тісті де тазаламаған дұрыс негізінде. Сөйтіп барып қан тапсырыңыздар. И уже белгілі болады, қандай витамин сіздерге ішу керек, қандай витамин ішпеу керек. YouTube'дан, TikTok'тан, Instagram'нан бір витамин сізге керек, 10 витамин деген видеоны көріп алып, ағзаңызға витаминдерді пичкететіп, әшейін өтірік барып аптекадан ала салып, олай бездумно ішуге, тем более балдарға беруге в коем случае нельзя, потому что если ол витамин ағзада бар болса, переизбыток болып кетсе, наоборот, қатты зиян келу мүмкін, пайда емес зиян алып келу мүмкін. Кез келген витаминнің, кез келген нәрсенің жалпы, если артығымен болып кетсе, ол зиян болып кетеді. Осыны ескеріңіздер. Сосын асатын кезде, міндетті түрде, полностью интернетте бар, Google'да индекс массы тела, процент соотношения жиров деген барлығы бар. Осыны өздеріңіздің салмақтарыңызбен есептеп, су. Бірінші очередь азатын адам, денсаулығы жақсы болсын деген адам, аллергиядан арылғысы келген адам, жалпы вообще өмірін жақсартқысы келген адам су ішу керек. Сусыз ештеңе болмайды. Кез келген нәрсенің бастауы ол су. Ол Құранда да жазылған. Асықпай, таңертең тұрып, аш қарынға лимон, мед қосудың қажеті жоқ. Просто судың өзін, қара судың өзін кішкене жылыдан сәл ыстықтау, жылыдан сәл ыстықтау су ішесіздер, аш қарынға ой ішек қарны күшті айдайды. Естественным образом үлкен дәретке кешіріңіздер, конечно, но ол сөздің ұяты жоқ дегендей, үлкен дәретке спокойно, күнделікті, как и должно быть на самом деле, ішек қарны дұрыс деп тұрса, солай баратын боласыздар. Бір 20 күннің ішінде, бір айдың ішінде өзгерістерді күшті байқайтын боласыздар. Бет тазартқыңыз келеді ма, міндетті түрде су ішесіздер. Азғыларыңыз келеді ма, су ішесіздер. Дендеріңіз сау болсын дейсіздер ма, су ішесіздер. Мен су іше алмаймын, қалай ішем дейтіндерге мен қазір сіздерге лайфхак көрсетсем, тағы да тегін ақпарат. Это вот такая вот бутылка. 2000 ба, 2500 теңге ма тұрады. Каспиде де бар, Қытайдан заказ бер демеймін, бірақ 1688 де бар, Каспиде де бар. Мен алдында 2-3 литр су іше алмайтын адамдардың бірі едім. Осы бутылканы алғалы бері маған 3 литр деген, негізі менің индекс массы теламен қазіргі салмағым 2,5 литр, бірақ мен қаным қойылғанып кеткендіктен 3 литр, 4 литр ішем, маған спокойно, потому что бұның қай жері жақсы. Қараңыздар, мынандай мотивационный сөздері бар. Во-первых, во-вторых, он яркий, красочный настроение көтереді. Во-вторых, мына жерде кәдімгі шкаласы бар, там 1 литр, 2 литр деген. И в-третьих, мынандай трубочкасы бар. Спокойно көретін, көздеріңіз көретін, алдарыңызға қойып қойсыз, әр өткен сайын трубочкамен тартып кетесіз, отырып ішесіздер, бірақ суда отырып ішу ол сүннет, так что оны ұмытпайсыздар, ол Құранда да бар. Кәдімгі отырып осылай
без тарттыңыздар 200 миллиграмм спокойно залетает, и андай қиналмайсыздар. И мынау шкаланы мынау істеген сайын бар ғой, мынау мотивация пайда болады. Блин, мына жаққа жеткізгім келеді деген сияқты. Так что бұндай ер адамдарға да бар, балдарыңызға міндетті түрде мектепке, садикке су беріп жіберіңіздер. Сол. Сосын движение это жизнь демекші. Міндетті түрде азғыларыңыз келе ма, көп қимылдау керек. Жатып алып, ауызға тамақты тығып жатсаңыздар, конечно, азбайсыздар. Өзі метаболизм дұрыс жұмыс жасамайды. То есть метаболизм деген жаңағы не ғой? Обмен веществ, былайша айтқанда, көп жүру керек. Хотя бы жүру керек. Біз негізі өзіміздің өмірімізді өзіміз қиындатқан жақсы көреміз ғой. Ақша жоқ, тренировка уақыт жоқ, залға бара алмаймын, анау-мынау деген, бала шаға, кішкентай бөпем бар деген сияқты. Қиындатпаңыздар, достар. Кез келген адамның үй жағында парк болсын, сквер болсын, ауылда там, ой, ауылда вообще рахат. Жайлау болсын, балаңыз коляскаға салып аласыздар, и вперед 5 тысяч, 10 тысяч шагов деген сияқты. Күнделікті өздеріңізге бір сағат арнасаңыздар, ештеңе де болмайды. Зато кайф. Шагомерді қосылып аласыздар и жүресіздер міндетті түрде. Вот. Тем более қараңызшы, қандай рахат, когда вы. Бұл Нұрсаттағы парктың іші, Акимат жақтағы. Мен андай дорожка істеп болғанын білмеппін. Дендропаркқа барып жүрген ғой. Сөйтсем, осындай әдемі күшті дорожка істеп болған екен. У меня Apple Watch, и мен шагомерді қосып қойып, солай күнделікті жүремін. Мектепке балаларды апарып тастап, 1 сағат сонда уақыт алады. Вот такой вот лайфхак. Просто так жүрмеу үшін, достар, полезное с приятным. Қараңыздар, осындай зікірге арналған таспих, вообще таспих. Алып аласыздар. Сөйтіп, Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, камма соллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид деп, салават айтып, санап, зікір айтып, например, астағфируллах, альхамдулиллах, Аллаху акбар, субханаллах деп, осылай санап жүрсеңіздер. Так, тамақтану туралы қазір соңында айтып кетемін. Қазір біз суды, спортты, витаминдерді айттық. Енді маңызды ол ұйқы, және ұйқыдан шығатын уже стресс, жаңа депрессия болмау керек. И содан кейін барып уже питание в последнюю очередь ғой. Негізі бірақ ол да ең маңыздылардың бірі, но последнюю очередь айтамын. Енді ұйқыға келетін болсақ, қыздар, ол баяғыдан анық нәрсе, достар. Ол Құранда да жазылған ақиқат нәрсе. Циркадный ритм деген өзі Құдай бізді өзі солай жаратқан. Бүкіл тірі жандардың циркадный ритмі болады. Циркадный ритм деген ол, то есть біз күндіз жүру керекпіз, тіршілігімізді істеу керекпіз, ал түнде қараңғы болғанда біз ұйықтау керекпіз. Адам өзі солай жаратылған. Светсіз тас қараңғыда біз ұйықтау керекпіз, біздің миымыз демау керек. Определенный азуға арналған, адам бақытты болуға арналған, нервін шектетпеуге арналған, жалпы ағзасы дұрыс жасауға арналған гормондардың, керекті барлық гормондардың барлығы определенный бір уақытта бөлінеді. Ол сағат түнгі 10 мен таңғы 4-5-ке дейін өзі сол гормондар бөлінеді. Қандай гормон екенін айтпай ақ қояйын, өйткені мен дәрігер емеспін. Оны Google'дан қарап, жаңа дәрігерлерден сұрап аласыздар. Өзім үшін білем ғой енді. Сол уақытта адам ұйықтап жату керек. Ол өте маңызды. Телефон шықлап, светті қосып қойып ұйықтап, түнгі 4-5-ке дейін кино көріп, одан кейін 4-2-3-те ұйықтап, 7 сағат ұйықтадым ғой, күндізгі 10-ға дейін деген ол болмайды. Кәдімгі өзінің организмінің ритмімен ұйықтау керек. Қалай бізді Құдай жаратты, солай ұйықтау керек. Я же сплю 7 часов в день дейсіздер, бірақ сағат түнгі 2-3-те уже ол гормон бөлініп болатын уақытта жатасыздар да, таңғы 10-ға дейін, 9-ға дейін 5-6 сағат ұйықтайсыздар. Ұйықтайсыздар, бірақ ол түкке тұрмайтын маңызсыз ұйқы болып саналады. Организмға ешқандай пайдасы да жоқ. Ол кезде ешқандай дұрыс гормон бөлінбейді, ағза дұрыс жұмыс жасамайды. Сіздер ояу жүру керек кезде ұйықтап жатасыздар, ұйықтайтын кезде ояу жүресіздер. Сол үшін осы ұйқыны, пожалуйста, дұрыстаңыздар. Я понимаю, у многих дети, бала шағамыз
жатпайды, конечно жатпайды. Если ата анасы сотка шұқылап жүрсе, ол уақытта бала шаға бізден көргенін жасайды, білесіздер ма? Ал если өздеріңізді жайлап жаңағы неге режимға, дисциплинаға үйретіп, хотя бы басында 12-де жатып, одан кейін 11:30-да жатып, келесі аптада 11-де жатып, солай өздеріңіз үйретсеңіздер, ата-ана ұйықтап жатса, бала не істейді? Олар да қараңғыда ұйықтайды, достар. Басқа не істейді? Олар телефон болмаса, ештеңе болмаса. Так что бірінші очередь осы ұйқыны жайлап дұрыстаймыз. А вообще намазға келеміз. Таңғы намаз оқыған адам ол по-любому жатып ұйықтайды. Ал енді осы ұйқы дұрысталса, дұрыс гормондар счастья, роста бөлінсе, роста ол бойды, бойды айтып жатқан жоқпын. Ми ғой, ми, достар. Мидің дұрыс жұмыс істеуіне, баланың, кішкентай баланың миы дұрыс өсуіне, жалпы барлық органдар дұрыс жұмыс істеуіне осы циркадный ритм ұйқы жауап береді, осы гормондар. И өзіңізде тыныш, депрессиясы, стресс болмайтынға да осы гормондар ұйқы жауап береді. Сол үшін уже осыдан шығатын стресс, депрессия болмасаңыздар, ұйқы дұрыс болса болмайсыздар. И стресс, депрессия болмаған адам не істейді? Ол азады. Ағзасы дұрыс жұмыс жасайды, обмен веществ дұрыс болады. Біз стресстен май жинай бермейміз. Май защита ғой, былайша айтқанда. Кейбір адамдарда стресстен, депрессиядан, комплекстардан, ұйқы дұрыс болмағаннан ағза май жинай бастайды, как защита ретінде. Барлығы ми ғой, негізі ми өте ақылды орган ғой, сондай өзі. Бәрін білет, бізді қорғап тұрады. Өйткені ол бізді қорғамаса, біз шоктан кет қаламыз ғой, былайша айтқанда. Сол үшін ми өзі бізді реттеп тұрады, солай қорғап бүкіл депрессия, стресстардан. Вот. И сосын жайлап осының бәрін реттесеңіздер, аза бастайсыздар. И осы жерде уже питанияны дұрыстай берсеңіздер болады. Ал мен аман есен үйге жеттім. Қарным ашып кетті қатты. И қазір енді Алла қаласа 5 намазға дейін уақыт бар. Как раз өзіме полезный завтрак плюс обед істеп жатырмын. Питание демекші, тура осы питанияның темасына сәйкес келіп қалды, достар. Қазір полностью бәрін көрсететін боламын. Жалпы біз өмірде не жейміз, соны көрсем, и питание қандай болу керек екенін айтамын. Так, менде қазір салат болады, достар. Бұл жерде не жоқ? Руккола бар, айсберг бар, редиска бар, зелень, укроп бар, жареные грибы, шампиньоны бар, и еще и авокадо, вот такой вот кусочек бар. Бұның барлығы оливковое льняное масламен заправляться еткен. Полностью пістемай дегенді алып тастаңыздаршы, пожалуйста, рационнан. Ең андай бар ғой, ең жаман адам ағзасына ішек қарындар қатырып тастайтын, дұрыс шлаковать ететін, дұрыс барлығын өткізбейтін, сіңірмейтін сол рафинированное подсолнечное масло, сол бір тамақтардың бірі. Майонез деген, колбаса деген, сол жаңағы ішек қарынды өте зиян ішек қарынға қатырып тастайды, шлаковать етеді. Осыны заправлять етеміз. Сосын мен фитакса қосам, сыр қосам, бәрін қосам, короче. Осыны жеймін. Жұмыртқа сосын бар обязательно. Сосын мен балам стейк жақсы көреді. Макдомнан осындай стейк алам. Жақсылап пісірем, духовкаға салам. Мендегі масло сіздерге көрсетуге шығарып қойғаннан, льняное масло 501 нәрсе теңге ғана тұрады. Дәмі кішкене балықтың дәміне ұқсайды, но зато там столько омеги и италваның классический обычное оливковое масло бүгін таусып қалған еді. Омега-3, омега-6, омега-9. Пожалуйста, вот витаминсіз ақ күнделікті. Қойдың етін қайнатып жатырмын. Қойдың етін мен 5-6 сағат жақсылап көпірін қайта алып, су құйып, сөйтіп қайнатамын. Сосын өзім неге холодильникқа салып қоям, етін жайлап жеп, күнделікті кесіп алып, сорпасын жаңағы сорпаларға қосып, өйткені бұл майлы болады ғой, араластырып сумен сөйтіп 3-4 күнге тамаққа спокойно жетеді. Ойындамайсыздар, сорпа қайнату керек. Тут у меня тыква запекается. Ой, қазір бұлам кетеді. Тыква запекается, майлап, тұздап қойдым. Пісе береді осылай мне. И қазір біз фрукты аз жейміз, в основном овощи. Сосын су, балалар қалай су ішеді десеңіз, пожалуйста, осылай қойып қоясыз. Магазиннен ешқандай су алып бермейсіздер. Магазинге жалпы балалармен вообще тоқтамайсыздар, машинамен магазинге тоқтауды қойыңыздар. Фьюсти, кола, шмола, макси чай бәрін алып тастайсыз, рационнан ішеді. Еще как же шөлдесе, өзі ішіне бір-екі рет сұрайды. Жоқ, алмадың, ұмытып кеттің, ақша болмады бір нәрсе деп айтасаңыз, сылтауратып, сосын өзі үшін шөлдегенде ішеді. Менің даже кішкентай 3,5 жасар ұлым күніне 1 литр су ішеді.
мама, сосын маған айтады, маған андай су керек емес, маған таза су керек, даже компот ішпейді. Сосын компот қайнатуды да қойыңыздар, потому что я сушеные фрукты может быть и полезны, но когда ол қайнап ішіне тонна қант қосқан кезде там ничего полезного не остается. Сол үшін кәдімгі обычный суға өтеміз бүкіл семьямызбен. Если сіздерде аллергетик болса, ол бейшараны тек қана соны ғана диетаға отырғызып қойып, бәріміз мынандай күшті нәрсе жеп жатқанда оның көзіне, конечно, ол жегісі келмейді, бәріміз жеп көріп кетеді. Сол үшін семейный образ жизни болу керек. Сосын ең маңызды питанияда ол біз өзіміздің генетика неге үйреніп қалған, сол нәрсені жеу керекпіз. Тұрғылықты халық вообще алдында не жеген? Біздің батырларымыз, Совет одағын айтып жатқан жоқпын, оған дейінгі батырларымыз өте күшті болған, мықты болған, ақылды болған, ауырмаған, не үшін көшіп қонып жүре берген, не үшін қыздарымыз даже. Почему? Потому что олар қазы қарта, ет, сорпа, жаурамау үшін жаңағы құрт, май, жал жая сондай жеген да, олар даже нан жемеген. Бешбармақ деген кейін шыққан ғой. Сондықтан біздің ата-бабаларымыз генетикамен, генмен қандай тамақпен тамақтанған, біз соған көшу керекпіз. Ол өте маңызды. Мынау корейцтер, китайцтер не үшін ауырмайды, аллергия оларда аз, толық адамдар аз. Ол соңғы кезде кішкене толық адамдар пайда бастаған. Өйткені олар өздерінің тұрғылықты тамақтарын жейді, батыстың тамағын аз жейді. Біз батыстың тамағына осы 30-40 жылда өте қатты өтіп кеткенбіз. Жейтініміз чипс, ішетініміз кола деген сияқты да. Өңкей булочка, бір нәрсе жаңа макарон істейді, донат істейді, пончики да, сондай. Ал китайцы, японцы, корейцы, олар рис жейді, балық жейді, морепродукты өте көп, поэтому оларда йод тапшылығы деген, біздегі сияқты йод тапшылығы оларда жоқ. Сосын олар ет жейді, көп қайнатады, сорпасын ішеді, жұмыртқа көп жейді. В основном рационда 50% овощи, капуста, зелень, ащы. Вот поэтому они не болеют. Біздің де рационымызда күнделікті 50% на столымызда овощи тұру керек. Овощи біз жемейміз, фруктыды азайтамыз, овощиді көбейтеміз, зеленді көбейтеміз, ет қайнаған, сорпа. Қайнатып қойсаңыздар, осы мен сияқты 3-4 күн қолдана бересіздер, етін жей бересіздер. Бутерброд хотите, пожалуйста, гречневый мукадан нан істеп қойасыз, нанға жақсылап 85% нетеді, президент майды жағасыздар, үстіне жаңа қайнаған етті жақсылап тұрып бүйтіп пиязды қытырлатып, кішкене қуырасыздар да, қытырлағын қалдырасыздар да, соны қоясыздар да, етті қоясыздар үстіне. Вот, пожалуйста, вам классный, мощный, сочный бутерброд, бургер, гамбургер, пожалуйста. Гамбургер хотите точно так же, из гречневой муки делаете нанын, жақсылап майлы фаршты қуырасыздар, масло хи деген бар. Хиді қолданасыздар, соған қуырасыздар да, пожалуйста, любой зеленмен, помидор, огурцы болсын, жей бересіздер. Болды. Ешқандай соус, майонез, кетчуп, ондайдың да қажет жоқ, ондай тамаққа ше, күшті болады. Ернестер, майлы уақыттарыңыз жоқ па, фаршты, майлы фаршты әкелесіздер, голубцы істеп қоясыздар, фрикадельки істеп қоясыздар, жаңағы нет, сондай нәрселердің барлығын алып келіп, етті заморажить етіп, фаршты заморажить етіп дайындап қойасыз, сорпаны қайнап қойасыз, 3-4 күнге жетеді. Кез келген уақытта вытащили, сковородка хи масланы бір қасық саласыздар да, фаршты саласыздар, жаңағы котлеты замороженный саласыздар, аузын жауып қоясыздар, бұқтырасыздар да, мынандай котлеты болады, күшті піседі. Жареный, хрустящий сырты, іші пареный болып, масло хида піседі. Соның қасына любой бобовый да, раз гречка болсын, қазір рис онша емес, ристі не советую, онша көп жеуге. Жібересіздер, бірақ көп емес, потому что қазір оның барлығы ағарғанды көп жемейсіздер, особенно при аллергии. Жаңа гречка бар ма, овощи бар ма, тағы қандай бобовый бар, солардың киноа, тағы не бар еді. Сондай нәрселерді, қосасыздар да жібересіздер. Мынандай күшті, мощный болады. Сосын масло курицы қазір бізде онша емес, бойлерная ғой, өйткені оларды пичкают. Вместо масла курицы базардан индейка алып қойыңыздар. Индейка үлкен болады, еті құнарлы болады. Индейканы олар пичкать ете алмайды. Сондықтан индейка кәдімгі натуральный болады. Оны аласыздар да кусок бөліп, холодильникқа салып қойсаңыздар, кез келген уақытта фарш қылып өткізіп қойсаңыздар да тамақ дайындай бересіздер. Жаңағы тыква бар ма, кабачки бар ма, соның барлығын жейсіздер. Вот питание жайлы жалпы осы түсінген шығарсыздар, қатты қиын емес, питание образ жизни болу керек. Отбасының барлығында, не только диета ұстап жатқан адам, не только азып жатқан, не только аллергиядан емделіп жатқан адам емес, барлық адам отбасыда солай питаться ету керек. Сол кезде сіздер бір жылдың ішінде барлықтарыңыз қалай өзгердіңіздер, қалай азыңыздар, аллергиядан қалай арылдыңыздар, жалпы өмірлеріңіздің сапасы қалай өзгергенін байқамай қаласыздар, достар. Түсініңіздер ғой, азғыларыңыз келсе, өмірлеріңізді 180 градусқа өзгерткілеріңіз келсе, ол су, спорт, дұрыс ұйқы,
витамины анализ тапсырып барып, и питание полностью бүкіл семья өзгертесіздер. Сол кезде біз дені сау нация боламыз, халық боламыз. О, тыква. Видеоңды өшір деген сөз ғой, тамақтан деген. Достар, баршаңызға тек қана жақсылық тілеймін. Алланың назарында имандарыңыз күшті болып, Алланың сүйікті құқылы болып, жүре беріңіздер. Көркем мінез тілеймін барлықтарыңызға, дендеріңіз сау болсын. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды, маған жазуды ұмытпаңыздар.